5 күнге созылған осы ұлы дала жорғы марафон бәйгесі аяқталды. Сөреден 19 өңірдің командасы шығып, мәреге тек 10 команда жетті. Бұл жорықта бөріктілермен қатар бұрымдылар да бақ сынады. Қостанай облысының атынан шыққан Томирис қыздар командасы жорықта 4-ші кезеңді аяқтады. Атқа шапқан қыздар жайында тілші қызымыз Зарина Кәп баяндасын. Ұлы дала жорығы азаматтармен қазанат сыналатын бәйге. Алайда арғымақ мінген арулар да азаматтармен тең түсті. Жорғы жолын ерте аяқтаса да, әр кезеңдегі көрсеткіші жоғары. Бірі екінші жыл бақ сынаса, бірі алғаш рет жорғы жолына шыққан. Асауды бас білдіріп, талай тұлпардың бабын тапқан топ басшысы Анна Исмайлова жылқыны жанына серік еткелі 11 жыл тұңғыш баласының дертімен күресу үшін ипотерапияға барған. Баламды үйретіп жүріп, өзімнің де қызығушылығым артты дейді. Во-первых, я их люблю. Жылқыны жанымдай жақсы көремін. Балама ем-дом жасау үшін алдымен өзімнің үйренуім керек болды. Кейін әдетке айналды. Жорыққа биыл 2-ші рет қатысып жатырмын. Күн райының қолайсыздығы болмаса, бәрі жақсы болды. 400 шақырымнан кейін атымның күйі келмей жорық жолынан шығып қалдым. Ал Динара Жанпейісова биыл 1-ші рет қатысқан. Аттарға қиын болмаса, өзіміз шаршаған жоқпыз дейді. Көбінесе аттарға ауыр болды деп ойлаймын. Жолдардың әсерінен. Негізі адам қатты шаршамайды. Шаршаған басылады. Келесі күнге дейін бұрынғы ата бабаларымыздың өмірін сезінгендей болдық. Аттың үстінде табиғат, әдемі жерлер болды. Арулар тақымдаған тұлпарлар Қостанай жылқысы арнайы елге таныту үшін, бабын көрсету үшін таңдадық дейді бапкер. Жаңбырлы күндері болды, мысалы үшін қатты жел күндері болды. Енді кейбір қыздар бірінші рет қатысып жатыр мұндай жобаға. Оларға әрине қиын болды. Арамызда сол Аня деген қыз бен Евгения қыздар, олар былтыр қатысқан. Оларға сәл жеңілдеу болды. Қостанайдың жылқысын дәріптеу үшін сондай шешімге келдік. Қостанайдың жылқыларын алу үшін. Тайбұрулға түтікпенен су беріп, түндікпенен күн берген құртқа мен ат жалында жауға шапқан бопайлардың ізін жалғаған бұл арулар тек өз қызығушылығын ғана ойламайды. Бүгінде әрқайсысы шәкірт тәрбиелеп, балаларды ат спортына үйретіп жүр. Зарина Кәп, Ғалымжан Абдылахат, 24 KZ.